Ал достар, сіздерге осы видеомда кереметтей екі нәрсені көрсететін боламын. Ендеше кеттік достар, бастаймыз. We are the farmers. Достар, міне біздің бірінші затымыз. Штатив. Керемет, міне штатив. Өзі былай тұрады, міне. Осылай тұратын штатив. Бұл штативті міне битсек те болады. Былай аяғын бүйтіп ұзартсақ болады. Өте керемет штатив. Маған ұнақ болды. Келесі видеоларым осы штативпен түсіріп шығаратын боламын. Енді мен бірінші штативім міне мынау болды. Баклажкадан істеп алған, өзім үйреткен болатынмын. Енді өзімнің міне жаңадан сатып алған штативім бар. Оны өзім қалаға барып сатып алып келдім. Алиэкспресстен заказ берсем 1-2 ай күтіп жүруге тура келетін болар еді. Міне біздің келесі затымыз наушник. Керемет наушник. Бұл наушникті мен өзім өлең тыңдау үшін алған жоқпын. Бұл мына микрофон үшін алдым. Мана өзім ашып сөйлеп көрдім. Өте жақсы, класс, әдемі, даусы деген кәдімгі жақсы, әдемі шығып тұр. Келесі видеоларымда осы микрофон арқылы түсіріп шығаратын болам. Осы видеомда мына микрофонды сіздерге көрсетіп түсіріп жатырмын. Келесі видеом осы микрофон арқылы шығатын болады. 1 2 1 Сіздерге мен осы наушнигім, штативім ұнаған болса, осы видеоның астына үлкен қолдарыңызды қойып кетіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар. Лайк тегін, Құдайға шүкір. Дизлайк қоймаңдар. Дизлайк қойсаңдар, осы мен видеоларымды қарамай-ақ қойыңдар. Және астыға комментарияға жаман сөздер жазбауларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған блогер Айбек. Сау, сәлеметті болыңыздар. Бай-бай. Міне фан бері қойықтынан фанның ішінде міне шыққан емес кәләміш дейді ма бір бәле міне осыны біз жедік.